Лекцияның тақырыбы педагогикалық ұжым басқарудың объектісінің субъектісі ретінде. Басқарудың және өзін-өзі дамытудың субъектісі ретінде қазіргі педагогикалық ұжым туралы ұғымдар орыс педагогтары Толстой, Ушинский, Пирогов еңбектерінде оқыту мен тәрбиенің өзара байланысы, оқушылар мен педагогтардың бірлесе жұмыс істеуі, педагогтардың өзін-өзі дамытуға ұмтылуы сияқты идеялардың ықпалымен қалыптасты. Педагогикалық ұжым адамдардың әлеуметтік және кәсіптік бірлестік ретінде ұжымға тән барлық белгілерді біріктіреді. Ерекше адамдар тобы ретінде мектеп педагогикалық ұжымына жинақылық, басшының болуы, топтасу, салыстырмалы түрде тұрақты әрі ұзақ мерзімде әрекет ету сияқты қоғамдық және кәсіптік сипаттар тән. Кез келген ұжым сияқты мектептің педагогикалық ұжымының өзіндік ерекшеліктері болады. Педагогикалық ұжымның ең басты ерекшелігі кәсіптік қызметіне байланысты, яғни оның жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу. Педагогикалық ұжымның кәсіптік қызметінің тиімділігі оның мүшелерінің педагогикалық мәдениетінің деңгейімен, тұлғаларының қатынас сипатымен, ұжымдық және дербес жауапкершілікті сезінуімен, ұйымшылдық, ынтымақтастық деңгейімен анықталады. Өзінің мәні жағынан педагогикалық тәрбиелік болып табылатын оқу орындарының ұжымы, оқушыларға үлкендердің ұжымы, олардың өзара қатынасы, бірлесе әрекет етуі туралы алғашқы түсініктерді қалыптастырады. Бұл жағдай педагогикалық ұжымды өзін-өзі ұйымдастыруға, үнемі өздігінен жетілуге ынталандырады. Мұғалімдер ұжымының педагогикалық қызметі оқушылар ұжымымен өзара тығыз әрекеттестікте дамиды. Сондықтан педагогикалық міндетті шешу оқушылар ұжымының тәрбиелік мүмкіндігі қай деңгейде, қаншалықты іске асырылуына тікелей тәуелді болып келеді. Басқару ілімінің категориясы ретінде педагогикалық ұжым басқарушы, ал оқушылар ұжымы басқарылушы болады. Ұжымның қалыптасу кезеңдерін Макаренконың сипаттамасы бойынша Макаренко 3-4 кезеңге бөлген. Бірінші, тәрбиеленушілерге тәрбиешінің талап қою кезеңі. Екінші кезеңді ұжым белсенділерінің қалыптасуының күшеюі. Үшінші кезең ұжымда қоғамдық пікірдің қалыптасуы. Төртінші кезең берік игерілген ұжым тәжірибе арқасында оқушының өзіне талап қою, адамгершілік нормаларын сақтау, оның қажеттілігіне айналуы дейді. Ал Новикованың ұжымның қалыптасуды Новикова 3 кезеңге бөлген. Бірінші кезеңді ұжымның бірігу кезеңі дейді. Екінші кезеңді ұжымның барлық оқушыларды тәрбиелеу құралына айналуы. Үшінші кезең әлеуметтік тәжірибені түзету және әр оқушының шығармашылық даралығын дамытудың ұжымның қамқорлығына айналуы. Педагогикалық ұжымның тағы бір ерекшелігінің бір ретінде мұғалімдік кәсіп қызметінің көп қырлылығын атау керек. Басқаша айтқанда, қазіргі мұғалім бір уақытта пән мұғалімі, үйірме жетекшісі, сынып жетекшісі, тәрбиеші, қоғамдық қызметкер сияқты функцияларын орындайды. Мұндай көп қырлылық барлық педагогикалық ұжымға тән. Педагогикалық ұжым кәсіби міндеттерді шеше отырып, мектептен тыс мәселелерді шешуге қатысады. Мысалы, ата-аналардың және тұтас қоғамның педагогикалық мәдениетін қалыптастырады. Көптеген мұғалімдердің педагогикалық әрекетіне зерттеушілік қызметі тән. Қазіргі мұғалім зерттеуші, нормативті қызмет жасымен шектелмейтін, педагогикалық жаңалықтың жетістігі мен кемшілігін тез аңғаратын, жаңа технологиялар мен құндылықтарға баға беріп, игеріп және практикада қолдануға қабілетті педагог. Педагогикалық үдерісті басқару, басқарушылар мен бағынушылардың өзара өзгеру, өзара әрекет етуші субъектілердің және өзара әрекет ету үдерісінің өзгеруі ретінде түсіндіріледі. Бабанский өзінің оқу үдерісінің анықтауында өзара әрекет ету байланыстары оның тұтас қызмет етуінде шешуші рөл атқарады. Өйткені білім берушінің және білім алушының белсенді өзара әрекетінде ғана оқу үдерісі тұтас құбылыс ретінде пайда болады.
Сабақта мұғалімнің әңгімелеуі қаншалықты айқын да көркем болмасын, егерде оқушылардың белсенді қызметі қамтамасыз етілмесе, осы жағдайда үдерістің қызмет етуі туралы айтуға болмайды. Өйткені оқу оның маңызды элементі. Педагогтар мен оқушылар арасындағы өзара әрекет ету байланысының жоқтығы деп көрсеткен еді. Панасюк білім беру қызметтері тұтынушыларының әр түрлі топтарын қарастыра отырып, оқушылар білім беру қызметінің белсенді қатысушылар екенін көрсетуде. Сондықтан көбінесе олардың белсенділігінен, ұстанымынан, уәждеуінен және жұмсайтын күштеріне соңғы нәтижелердің сапасы байланысты болады. Белгілі кеңес педагогі Галперин әрекет құрамын аша отырып, оның атқаратын функциялары бойынша шамалы, атқарушы және бақылау деген үш бөлікке бөледі. Педагогикалық ұжымның тағы бір ерекшелігі оның жоғары деңгейде өзін-өзі басқара алуында. Педагогикалық ұжымның өмірлік және әрекеттік бойынша негізгі сұрақтары басқарудың әртүрлі деңгейінде талқыланады. Ұжымдағы мектеп кеңесі, әдістемелік комиссиялар, қоғамдық ұйымдарда қатардағы мұғалімдердің сайлану арқылы өкілеттік алуы ұжымда дұрыс қоғамдық пікір қалыптастырып, дербестік пен белсенділікті дамытады. Педагогикалық ұжымның келесі бір ерекшелігі қызметінің ұжымдық сипаты және нәтиже үшін ұжымдық жауапкершілігі. Егер жекелеген мұғалімдердің іс-әрекетін өзге мұғалімдердің іс-әрекетімен сәйкестендірмесе, оқушылардың білімін бағалау, мектеп жұмысын ұйымдастыруда бірыңғай талап болмаса, онда ол табысқа жеткізбейді. Педагогикалық ұжымға тән өзіндік ерекшеліктерге оның құрамында әйелдердің басым болуы жатады. Себебі әйел адамдар жаратылысынан тәрбиесіне бейім, педагогикалық ықпал жасаудың әдістері мен тәсілдерін тануда барынша икемді болып келеді. Ұжым өмірінде гуманистік қатынастар ерекше орын алады. Оның негізгі белгілері мынадай: сергектік стилі, ширақтық, белсенділік, қайырымдылық, ұжым мүшелерінің достық бірлігі, бір-біріне ілтипаты болу, өзара жәрдем беру. Балалар арасында бақталастық, өз қамын көздеушілік, тұйықтық, бөлектенушілік, лидерлік болмауы керек. Басқа ұжымдарға жолдастық көмек беру, үн қосуға дайын тұру. Мұндай гуманистік қатынас тек қана іс қатынасының көзі емес, ол ұжымда балалардың жеке байланыстарының дамуының құралы болады. Ұжымда балалардың іс-әрекеті және қарым-қатынас процесінде тұлғаралық қатынастар жүйесін, өзара жауапкершілік пен тәуелділік қатынасын, сондай-ақ гуманистік қатынасты есепке алу балалар ұжымын басқарудың жемісті болуына әсер етеді. Тыңдағандарыңызға рахмет.